Тілшінің туыстары мен таныстары оның артынан іздеу салып, полицияға келіп жүгінді. Іздеу жұмыстары басталды. Жүктіліктің 8-ші айында жүрген әйелді байқамай қалу қиын. Оған медициналық көмек қажет. Тіпті баласы туылған күннің өзінде де балалы әйелді біреу болсын көруі керек қой. Алайда біз ойлағандай барлығы оңай емес. 2019 жылға дейін жан еш жерден табылмады. Body World біздің тілде адам денелерінің әлемі дегенді білдіреді. 1995 жылы осындай атаумен адам денелерін ашық түрде көрсететін музей ашылды. Жетекшілік еткен Гантер фон Хагенс атты ғалым. Тек медицина саласына ғана емес, жалпы ойын-сауық әлеміне де жаңа бір идея әкелді десек те болады. Мұндай тұрпайылық пен қорқыныштылықты көрсететін музей бастапқыда қоғам ішінде ажиотаж тудырып, біреулер оны мақтаса, біреулер даттай бастады.